Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Нұрали. Бүгін сол темір жинауға велосипедімен шыққам. Біздің бірінші неміз тапқан теміріміз осы ғой. Неме аты қалай қазық кесілген. Сосын мына кейін алып кетемін, мынандай темір тауып алдым. Ұзын майыспайды, бүгілмейді. Оны сосын алып кетемін. Қазір тағы да жүріп көбірек темір іздеп көретін боламыз. Бүгін мен осы жол бойымен темір іздейтін боламын. Велосипедтің артындағы корзинадан картонда екі шетін ашып, темір салғанға ыңғайлы қылып жасадым. Ашып салдым. Бізде екінші темірге тоғысты, жаңа салмақты екен. Бүгін сол бар тапқан алюминий болсын, қандай бір бағалы зат болсын, соларды алғанша, тапқанша жинайтын боламыз. Міне мен велосипедім. Келе жатырмын. Бүгін күн жылы, ауа райы керемет болып тұр. Алюминиевый тоқ сымдарын тауып алдым. Камера көрінсе көрсетейін. Осындай. Осылардың бәрін алып кетеміз. Осындай жолдың шетімен келе жатып, кірпіштерді көріп, осылайынан шығып келе жатқам. Бірінен кірпіште ойлап теуіп көріп едім. Салмақты темір болып шықты, бұл біздің жақсы находка. Кішкене бетоны бар екен, темір ғой. Бұны алайық. Примерно 2 килограмда шығып тұр. Және сосын кішкене темірмен әппақ алюминиевый проводта болдым. Ой, мыстың провод дегенде. Жақсы болды тапқанымыз. Достар, жаңа ғана сіздерге түсіріп едім ғой, бетоны бар темір таптым деп. Мына біреу темірлерін лақтырған ба, жасырған ба сондай. Бірнеше темір көріп тұрмын. Қазір ар жақпен айланып түсіп барып алып келейін. Жақсы находка болды бүгін. Мен бұндай көп темір табамын деп ойламадым, күтпедім. Міне, мынау жол. Мына тағы темірлер жатыр. Міне сіздерге көрсетемін деген темір. Қазір осыны астыға түсіріп алып кетейін. Достар, көп темір таптым. Міне. Бүгін жақсы күн болды ғой. Мына 10 келідей шығады. Міне алдына осы қолғапты алған, бүгін пайдаланамын деп. Жақсы болды, қазір өткізіп бірге қанша шығатын, қанша келі шығатын сіздерге көрсететін болам. Мұнан енді металломға апару керек. Міне мен велосипедім, темір, арматура, темір, арматура, мотор, арматура, пойыз жолына қазық, пойыз жолының қазығы дегенде. Міне. Достар, тағы темір таптым, осы жерде адам көп жүрмейді екен. Міне тапқан темірім. Мына жақта тағы бір темір бар, ол бірақ алынбайды. Короче, адам жүрмейді ғой. Көп темір жатыр екен. Міне. Жаңа тағы жүргем. Міне осындай тағы темір таптым. Негізі
велосипедке қазірдің бәрін қойып алып кету керек. Металлыма жақсы болып бірден өткіземіз. Қазір сіздерге бәрін көрсететін боламыз. Салмақ бәрін. Ана жерде тағы бір темір көріп тұрған сияқтымын. Жоқ, ағаш екен. Осымен достар, металлыма қаратай бет алайық. Енді телефонмен түсіре алмаймын жолда. Қазір артына барынша салып апару керек. Салғаным осы, сыйғаны. Ананы бұл сырты бетонмен оралған екен. Келесі жолға тастап кетем. Қазір алып кете алмаймын. Бетонға оралған темір алатын жерде алмайды шығар. Себебі сырты бетон болады. Оған біраздан кейін кеп, наны өткізген соң үйге алып кеп, шеттерін тазалап бетоннан, цементтен жинайтын боламыз. Весида 15 келі көрсетті. Достар, жаңа алысқа барып темірді өткізіп келдім. Қайтып кетқанын тауып алдым. Бағанағы жерге қайтып келдім. Сондай жақта темірлер жатыр. Осыны қазір енді бір апарамыз, одан кейін қайтамын. Бағанағы трубамыз достар. Табылған заттарымыз. Осыны қазір артына сыйғызып салып, үстіде бір не қалды, бір темір. Сон салып бір өткізіп тастасам, үйге барып демалуға болады. Салмақ ауыр екен. Осымен тапқан барлық ақшамыз осы болды. 2120 теңге болды барлығы. Так, достар, түн болды. Алдымда итім отыр. Бүгін сонымен 25 келі темір жинадық. 2 рет өткіздік. Басында 15, одан кейін 12 келі болды. Бірінші өткізгенде 15 келіден, яғни келісін 90 теңгені алды. Сонда бізге 1350 теңге түсті. Екінші рет өткізгенде сол кісіге өткізгендегім. Бірақ ол кісілер бір жерге кетіп қап, металлым жабық болды. Басқа жерден сұрағам, қазылған темірлерді өткізбеймін дедім. Үйге апарғым келмеді, темірлерді алыс болды. Сол үшін бір кісіні таптым темір алатын. Ол кісі 70 теңгеден алам деді. Өз біртүрлі кісі екен. Сосын амал жоқ өткіздім. Ол жерден маған шатаспасам 750 теңге берді. 750 ма, 780 ма сондай берді. Сонда табылған бүгінгі ақшамыз барығы 2120 теңге болды. Бүгін тапқан табысымыз. Шарик. Осымен достар, видеом соңына таяп қалды. Ұнаса коммент жазып, лайк баса кетіңіздер, тіркеле кетіңіздер. Ал келесі видеода көріскенше.